Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен восточный ореховый пирог дайындаймыз. Бірінші тестамызды дайындап алайық. Тестаға керекті заттар: жұмыртқа, қант, май, ұн керек болады. Жұмыртқаға қант қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң бөлме температурасында тұрған майды салып, барлығын араластырамыз. Енді 350 грамм ұн саламыз. 10 грамм немесе 1 чайный ложка разрыхлитель саламыз. Барлығын салып, қамыр илеп аламыз. Иленген қамырды жарты сағатқа холодильникте қалдырамыз. Енді формамызды алып, кішкене май жағып, тестамызды салып, жайып шығамыз. Қамырды жайып болған соң, орехтарымызды салып шығамыз. Мен арахис пен грецкий орех қолдандым. Сіздер өздеріңіз ұнатқан кез келген орехты қолдансаңыздар болады. Курага салсаңыздар да болады. Грецкий орехты осылай бетіне бүтіндей салып шықсаңыздар әдемі көрінеді. Енді бетіне сгущенка құйып шығамыз. Сгущенка сапалы болу керек. Енді пирогты қызып тұрған пешке салып, пісіріп аламыз. Пирог дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Орех жақсы көрсеңіздер, міндетті түрде осы пирогты жасап, шаймен ішіп көріңіздер. Сіздерге видео ұнаса, маған лайк басып, комментария жазып, маған тіркеліп алыңыздар.